Қайырлы күн YouTube арнамның оқырмандары. Бүгін нежный салатын жасаймыз. Өзінің аты айтып тұрғандай, өте нәзік көрінетін, тойымды, дәруменге толы, ең бастысы пайдалы салаттың бірі. Ал енді жасалу жолына келсек, піскен қызылшаны осындай кішкентай көбіктерге бөліп тураймыз. Одан кейін консервіленген жүгеріні, артынша укропты ұсақтап турап бірге қосамыз. Артынша ірімшікті осындай көбік қып турап, я болмаса теркадан өткізіп саламыз, өз қалауларыңызша. Дәміне қарай тұз, майонез, я болмаса қаймақ қосып, барлығын бір ыдыста жақсылап араластырамыз. Біздің салатымыз дайын, жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, қолда бар заттармен жасалады. Тез әрі жеңіл, ең бастысы пайдалы салат. Жасап көруге кеңес беремін. Менің түсірген рецептім сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Келесі жүздескенше.